ажырастыңдар. Я не себеп болды? Часто съемкаларға барып, қарқынды актер ретінде дамуға кірісті. Маған өте қиын болды оны басқа партнерлармен көру. Мен енді собственницамын ғой. Үстінде менде депрессия, после родовой депрессия, өзімнің самооценкам түсіп кеткен. Айдар жаңағы басқа ортада жүр, мен не могу достучиться дейді ғой. Сонымен уже мен үшін точка сол қызғаныш болды. Телехикаядағы қызғаныш болды. Қызғаныш та емес, ол больше обида, реніш. Неге осындай сахна болайын деп жатыр Жарқынай? Ренжіме. Сонда қандай сахна? Сүйсетін сахна? Иә, сүйсетін сахна. Біреу бір оқиға шыдайды, мен мысалы ол нәрсе. Бір қыз деген қалай ол ұрпақ туу керек, ұл туатын қатын керек деген сияқты. Естественно, мен с характерім болдым. Орныңызды біліңіз, вообще біздің семьяға араласпаңыз деген сөзді мен сол кезде уже айтып бастадым. Екеуіңіздің қазір қарым-қатынастарың қандай? Жеңгелері қоймай жатқан кезде әкемді басқа біреумен таныстырып, пихать етіп бір әйелдерді. Мен мысалы Айдарға, я Алла, Айдарға жақсы жар насіп ете көрші деп мен тілеймін. Қаралым үшін көп рахмет сіздерге. Комментарияға біздің сұхбатымыз туралы қандай ой келді, бірден жазып кетіңіз.